Құдайды бірінші орынға қойыңыз. Не жасасаңыз да, Құдайды бірінші орынға қойыңыз. Мен жеткен жетістіктерім, менің қолымдағының бәрін маған Құдай берді. Осыны түсініңіздер. Бұл сый. Қырық жыл алдын 1975 жылдың 27 наурыз күні мені колледжден шығарып жіберді. Нашар бағаларым мен сабаққа қатыспағаным үшін. Бұлардың сіздерге қатысы жоқ деп үміттенемін. Бір күні анамның сұлулық салонында отырғанында, айнаға қарап отырсам, бір әйел шашын фенін кептіріп отыр екен. Маған қайта-қайта қарағанын байқадым. Тура көзіме қарады. Мен ол әйелді танымайтынмын. Бір кезде ол, кімде қалам бар, мен сәуегейлік жазуым керек деді. 1975 жылдың 27 наурыз күні ол маған, жігітім, сен бүкіл әлемді аралап, миллиондаған адамдардың алдында өнер көрсетесің деді. Өздеріңіз енді ойланып көріңіздер. Мені колледжден қуды. Енді не істерімді білмей, әскерге барамын ба деп жүргенінде, сен миллиондаған адамдардың алдында өнер көрсетесің деп тұр. Содан бері 40 жыл уақыт өтті. Расында бүкіл әлемді аралап, миллиондаған адамдардың алдында өнер көрсетіп жүрмін. Ең бастысы, мен жеткен жетістіктерім емес. Ең бастысы, маған сол күні ол әйел үйреткен нәрсе әлі күнге дейін жадымда тұр. Құдай мені қорғады, дұрыс жолға салды, түзетті. Құдай әрқашан менің өмірімде болды. Ол маған момын болуды үйретті. Құдай әрқашан менің қасымда болды. Сондықтан, нөмір 2, сәтсіздікке дайын болыңыз. Бүгін үлкен өмірге бастайтын алғашқы қадамдарыңызды жасайсыздар. Ол өмір өте қорқынышты, ыза кек пен алдауға толы. Онда бір рет өмір сүресіздер. Сондықтан жүрегіңіздің деген жасаңыздар. Тәуекел етіңіз, бірақ ақылмен. Сәтсіздікке ұшыраудан қорқпаңыз. Бәріңізге белгілі ақыл-ой тесті бар. 5 сызықты пайдаланып, қаламды қағаздан көтермей, 9 нүктені қосатын. Мұның жалғыз ғана шешімі шаршының шекарасынан шығу. Сондықтан өзіңіз үйреніп қалған нәрсенің шекарасынан шығуға қорқпаңыз. Өз ойыңыздың шекарасынан шығып ойланудан қорқпаңыз. Сәтсіздіктен қорқпаңыз. Үлкен арманнан қорқпаңыз. Бірақ есіңізде болсын, мақсатсыз арман, жай ғана арман. Ол сізді тек көңіл қалуған алып барады. Сондықтан армандаңыз, бірақ мақсат қойыңыз. Өмірлік мақсаттар, бір айға, бір жылға, әр күнге. Мен өзіме аз болса да күніге мақсат қоямын. Мысалы, бүгін ешкіммен ұрыспаймын. Мақсат қойыңыз, бірақ бұл мақсатқа жету үшін тәртіп пен жүйе керек. Сізге осылармен жұмыс жасау керек. Әрбір күні жоспарлаңыз. Сіз мұна сөзді естіңіз бе? Біз сәтсіздікті жоспарламаймыз. Біз дұрыс емес жоспарланғандармыз. Қарқынды жұмыс өз жемісін береді. Every day. You've heard the saying, we don't plan to fail, we fail to plan. Hard work. Қарқынды жұмысты жеткізген адамдар жасайды. Сіз өскен бұл әлемде TikTok, Twitter сияқты бос нәрселер өте көп. Бірақ есіңізде болсын, бос нәрсені жасай беріп, үлкен нәрсе жасаймын деу бекершілік. Бірақ есіңізде болсын, бос нәрсені жасай беріп, үлкен нәтиже жетемін деу бекершілік. Бос нәрсе жасаумен өзгерісті шатастырмаңыз. Бала кезінде менің анам айтатын, сен мейлі жүгір, ойна, бірақ ол сені еш нәрсеге үйретпейді деп. Сондықтан биікке ұмтылыңыздар,
Мақсат қойыңыздар. Жетістікке жақындаңыздар. Нөмір 3. Сіз ешқашан ритуалды көлікті тіркемемен көрмейсіз. Қайталап айтамын. Ешқашан ритуалды көлікті тіркемемен көрмейсіз. Қанша дүниеңіз болса да, өзіңізбен бірге әкете алмайсыз. Сіздің қанша дүниеңіз болуы маңызды емес. Маңыздысы қолыңдағыларыңызбен жасаған дүниеңіз. Әркімге әр түрлі қабілет берілген. Сіздің біреуіңіз дәрігер, біреуіңіз ғалым, біреуіңіз заңгер, біреуіңіз мұғалім, біреуіңіз медбике, сиқыршы. Бұл әлемдегі ең мейірімділі әрекет басқаларға көмек беру. Не үшін олай? Жаныңыз жай тауып, мақсаттанған ол өте жағымды құбылыс. Мен адамдарға көмектескенде осы сезімді бастан кешемін. Ешқандай байлық, зәулемей, қымбат көлік баса алмайды. Басқаларға көмек бергендегі рахат сезімді. Міне бұл нағыз жетістік. Сіздер үшін дұға жасаймын. Ұйқыға жатарда аяқ киімдеріңізді кереуеттің астына қойыңыздар. Ұйқыдан тұрғанда тізерлеп аяқ киімдеріңізді алу үшін тізерлеп отырғанда Құдайға жалбарыңыздар. Рахмет айтыңыздар. Ата-аналарыңыз үшін рахмет айтыңыздар. Құдайдың мейірімділігі үшін рахмет айтыңыздар. Құдайдың даналығы үшін рахмет айтыңыздар. Сізді түсінгеніне рахмет айтыңыздар. Барлығына рахмет айтыңыздар. Құдайға сізге енді беретін нәрселер үшін рахмет айтыңыздар. Мен солай жасадым. Сіздердің алдарыңызда тұрғаным осының арқасы. Құдайға сізге енді беретін нығметтер үшін де рахмет айтыңыздар. Құдайға барлық үшін рахмет айтыңыздар.